Сәлем достар, біз сіздермен түзулер арасындағы бұрыш тақырыбына есепте шығарып жалғастырамыз. Бізге L1 және L2 түзуінің канондық теңдеуі берілген. Енді осы екі түзудің арасындағы бұрышын табайық. Ол үшін бізге канондық теңдеуін еске түсірсек, x минус 1-дің 2-ге қатынасы тең y плюс 1-дің 3-ге қатынасы және тең z-дің 1-ге қатынасына тең. Бұл теңдеуден L1 түзуінің бағыттаушы P1 бағыттаушы векторының координатасын табайық. P1 бағыттаушы векторының координатасы абсцисасы 2-ге тең, ординатасы 3-ге тең, ал аппликатасы 1-ге тең. Ал L2 екінші түзудегі P2 бағыттаушының векторының координатасы сәйкесінше абсцисасы 4-ге, ординатасы минус 2-ге, ал аппликатасы 3-ге тең. Яғни бізге осы екі бағыттаушы вектордың арасындағы бұрышы ол түзулердің арасындағы бұрышының косинусына тең. Олай болса, косинус L1 түзуі мен L2 түзуінің арасындағы бұрышының косинусы дегеніміз, олардың бағыттаушы, яғни сәйкес бағыттаушы векторларының скаляр көбейтіндісінің, олардың бағыттаушы векторларының ұзындықтарының көбейтіндісінің қатынасына тең. Олай болса, алдымен скаляр көбейтіндісін табамыз. 2 мен 4-дің көбейтіндісі қосылған 3 пен минус 2-ның көбейтіндісі қосылған 1 мен 3-дің көбейтіндісі. Ал бөлімінде осы векторлардың ұзындықтары. Алдымен P1 векторының ұзындығын табатын болсақ, 2-ның квадраты қосылған 3-дің квадраты қосылған 1-дің квадраты. Көбейтілген екінші бағыттаушы вектордың ұзындығы 4-дің квадраты қосылған минус 2-ның квадраты қосылған 3-дің квадраты. Осыны есептейтін болса, бізде не шығады? Алымында 8, 6 және 5. Алымы 5-ге тең. Бөлімі 9, 10, 14. Түбірасты 14. Ал екінші вектордың ұзындығы 20, 29. Түбірасты 29. Сонда L1 және L2 түзулерінің арасындағы бұрыштың косинусының мәні 5 бөлімінде түбірасты 14 пен түбірасты 29-ның көбейтіндісіне тең. Ал енді бізге осы екі түзудің арасындағы бұрыштың, яғни бұрышы қанша градусқа тең екенін табу үшін, онда біз арасындағы бұрышты біз фи деп алатын болсақ, онда фидің мәні керісінше болады. Арк косинус 5-дің түбірасты 14 пен түбірасты 29-дің көбейтіндісінің қатынасына тең. Сонда фидің мәнін орнына табатын болсақ, ол бізде 38,175 градусты құрайды екен. Яғни бұл берілген екі түзудің арасындағы бұрыш 38,175 градусқа тең дегенді білдіреді. Балалар, біз сіздермен қарастырдық екі түзу арасындағы бұрышты табуды. Келесі кездескенше сау болыңдар.